Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Қазір алдымен сіздермен осындай пустой форматта әдемі шаблон жасайтын боламыз. Пинг форматына айналдырудың қажеті де жоқ бұндай шаблоннан, өйткені белый фонға енгізіледі. Менің видеомды қарай отыра сіздер бұдан да басқа шаблондар жасай аласыздар. Қазір қыз ұзату және 8 мартқа арналған 2 шаблон жасайтын боламыз. Менің видеомды мұқият қараңыздар. Алдымен бізге PicsArt программасына кіріп, астындағы лупаға басып, өзімізге ұнайтын шаблонды жүктеп аламыз. Мысалы, маған қыз керек, картинки деп жазамын. И ана жерде бір қыз шығып тұр. Міне примерно осындай фоткалар керек. Сол қызға басам, сол қыздың астындағы суреттер, міне примерно маған керек суреттер толып тұр. Төбесіндегі 3 точкаға басып, өзімізге сохранить етіп аламыз. Мысалы, маған ұнаған шаблондарды қазір өзімен жүктеп аламын. Сіздер де өздеріңізге қайсы шаблон ұнайды, сол қалаған шаблонды жүктеп, мен сіздерге пустой форматта шаблонды берем. Сол шаблон арқылы сіздер өздеріңізге қалаған шаблоныңызды жасай аласыз. Дизайн, шаблон, әр түрлі жасап үйрене аласыз. Өзіме ұнаған бір шаблонды сохранить етіп алғаннан кейін, мен қазір Pinterest программасынан шығып, PicsArt программасына кіретін боламын. Бұл жасап жатқан шаблондарды мен сіздерге тегін бесплатно Telegram каналымда беретін болам. Менің YouTube каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар обязательно. Астындағы плюсикқа басамын ортасында. Басқаннан кейін өзімнің шаблонымды таңдап аламын. Реклама шықса X-қа басасыздар. Міне мен шаблонымды пустой енгізіп қойдым. Чисто белый, жай ғана қара линиялар ғана көрініп тұр. Оны біз распечаткадан шығарғанда қара линиясы көрінбейді. Енді қазір маған 8 мартқа дайындау керек. Бірінші стикерға басып, поисқа 8 марта деп жазам. Егер де гүл қойғыңыз келсе, онда цветочек деп жазасыз. Міне 8 марта деп жаздым. Енді қазір осының ішінен өзіме ұнаған бір стикерді таңдап аламын. Бұл жерде 8 март десеңіз, әр түрлі стикерлар шығады сізде. Міне PicsArt'ың ішінде стикерді таңдап алдым. Именно PicsArt'ың ішіндегі стикерді таңдап алдым. Енді бұлай қойып шығамын. Қазір өзіңізге керек размерін келтіріп алып болғаннан кейін, кішкентай болса кішкентай, үлкен керек болса үлкен қылып размерін қоясыз. Мен екінші бетіне қойып жатырмын. Егер де екі бетте 8 март деген жазу керек болса, онда копия жасап келесі бетіне қоя саласыз. Мен де қазір бірінші бетіне қоямын. Міне қойып болғаннан кейін өзімнің добавить фото деп астына басып, өзімнің жаңа жүктеп алған фотомды қоямын. Мен бұны жаңағы PicsArt программасынан жүктеп алған болатынмын. Жаңағы айтқандай пинг форматына айналдырмай суретті қоя аласыздар белый фонға. Егер де көйлектің қасындағы белый фон болатын болса, онда белый фонды айналдыра аласыз. Бірақ маған қазір көйлектің түсін өзгерту керек. Астында эффектіға басып, заменаны таңдаймын да, міне размерін келтіріп аламын. Цветін келтіріп болғаннан кейін, міне розовый керек болды. Енді гүлдің шеттері шығып тұр, көрдіңіз бе? Егер де сізде пинг форматына айналдырылмаған сурет болса, онда белый түстер де шығып тұрады. Ана төбесінде мен ластикқа басып алдым. Міне, примерно осылай алып тастаймын. Өшіріп тастаса да болады, керек емес жерде шығып тұрса, өшіріп тастауға да болады. Енді бұны мен қазір өзіме сохранить етіп аламын. Төбесіндегі астына қарап тұрған стрелканы таңдап аламыз. Сохранить етіп, бұл суретіміз біздің галереяда тұр. Енді бұны қазір өшіріп тастаймын да, қыз ұзатуға арналған шаблонды жасайтын боламыз. Қазір мына қызды копировать етіп аламын да, келесі бетіне қойып шығамын. Міне. Енді міне қыз ұзатуға арналған шаблон да дайын болып қалды. Енді жай ғана текстін әдемілеп жазсаңыздар, барлығы әдемі көрінетін болады. Келесі видеода осы шаблонның сборкасын жасайтын боламыз. Обязательно шрифті таңдаған кезде сіздер коронасы бар шрифті таңдамаңыздар. Міне брак деп тұр, коронасы бар, міне кремли деп тұр, тоже коронасы бар шрифт. Ондай шрифті таңдасаңыз, сіздің фоткаңыз сақталмайды. Сол үшін сіздерге коронасы жоқ стикер, коронасы жоқ шрифт таңдау қажет.
міне жазудың астыңғы цветін таңдағанда құр цветті таңдасаңыздар тусклый болып тұрады. Сол үшін обводканы обязательно таңдаңыздар. Мысалы, цветті таңдайсыз и обводкасын кішкене серый қылсаңыз өте әдемі көрінетін болады. Енді қазір қыз ұзату деп жазып аламын, астына қойып шығамын. Келесі видеода осы шаблонның сборкасын жасайтын боламыз. Обязательно менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасаған шаблонымды құрастырып, қалай шыққанын көрсететін боламын сіздерге. Жаңағы жазуды жазып болғаннан кейін қайтадан цветті таңдайсыз. Цветті таңдағаннан кейін обязательно обводкасын таңдау керек, өйткені жазуыңыздағы өте әдемі көрінетін болады жазуыңыз. Міне төбесіндегі стрелочканы басып, өздеріңізге сохранить етіп аласыздар. Келесі видеода осы шаблонның біз сборкасын жасайтын боламыз.